Ассалаумағалейкум, барша 90+7 YouTube арнасының көрермені. Бүгінгі видеода біз Қазақстан Премьер-лигасы 4-ші тур ойындарына шолу жасайтын боламыз. Арнаға тіркеле кетіңіз, лайк баса кетіңіз. Сіздердің қолдауларыңыз қазір өте қажет, себебі арнада демеуші жоқ. Барлығы таза энтузиазмның арқасында жасалып жатыр. Ал біз бастайық. Бабаян қазақ футболына және ұлттық құрамаға қарсы ма? Қайсардың істеп жүргені жалған патриоттық па? Ақтөбеге не көрінді? Жеңіс футбол клубы атауын өзгерте салған дұрыс па? Және Дастан Сатпаев елден кетсін бе? Осы және басқа да сұрақтардың жауабын осы видеода табатын боламыз. Сіз арнадан ажырамаңыз. Алғашқы ойынға тоқталайық. Бұл Жетісу мен Жеңістің арасындағы өткен ойын. Өткен видеомда осы ойындарға превью жасағанымда Жетісу мен Жеңістің арасындағы ойын теке-тіресте өтеді. Жалпы командалар өте жақсы ойын көрсетеді деп айтқан едім. Дәл солай шықты. Бірақ Жетісу жеңеді деп ойлаған едім. Жалпы Жетісу Жеңіс үшін ойнайтын команда сияқты көрінген еді. Жалпы өткен турларда қарайтын болсақ, Жеңіске қарағанда Жеңіске лайықтырақ сияқты Жетісу. Бірақ бұл ойында да мүмкіндіктер болғанмен ойын 0-0 аяқталды. Негізі 1-0 мен Жетісу ұтып кетер еді, егер олардың жасаған сәті, осы соққысы қақпа бағанасынан серпілмегенде. Осы сәтті ғана атап өте аламыз. Бұл матчта басқа онда есте қалатындай бір ерекше сәттер болмады. Ойынның өзі қызықсыз өтті. Өзім ойында қарадым, шыны керек мүлдем ұнаған жоқ. Қарсы бағытта бір айтарлықтай шабуыл да болған жоқ. Жақсы бір ойын өрнегі де көрсетілген жоқ. Бір қарапайым қатардағы бір ойындардың бірі болды. Алып қосар ештеңесі жоқ. Жеңіс өзінің кезекті тең-бетең ойынын ойнады. 3 матчта гол соға алмады, 0-0 мен аяқталды. Ұлытаумен матчта 1-1 болды. 4 матчта бір ғана гол соғып отыр. Жеңіс дейді, ешқандай жеңіс жоқ. Мүмкін команданың атын теңіз деп өзгерту керек пе екен, тең ойын деп өзгерту керек пе екен, жалпы бірдеңе істеу керек. Я келесі жаттығуларда гол соғу, қақпаға соққы дарыту деген сияқты сынды элементтерді жаттықтырады. Я болмаса команданың атауын өзгерту керек. Әртеуір бірдеңе істеу керек бұл командаға. Команданың атауын өзгерту керек болатын болса, қандай екенін сіз пікірлерге жаза кетіңіз. Ал біз келесі ойынға ауысайық. Келесі ойын бізде Оқжетпес пен Тобылдың арасындағы болған ойын. Бұл ойында да мен айтқан едім, ойын өте бір жақсы қарама-қарсы курста, встречный курста өтеді деп ойлаған едім. Сондай болды да, бірақ қатты бір ондай гол соғатын моменттерге толы болған жоқ. Тек 90+4 ең соңғы минуттарда Зуевтің алыстан тепкен соққысы, алыстан тепкен бір добы кіріп кетті. Ол жерде бірнеше факторлар болды. Зуевтің өзінің жеке шеберлігі де болды, қақпашының қателігі де болды. Жалпы бірнеше фактор араласқаннан кейін гол да кіріп кетті және соңғы минуттардағы қобалжу факторы да ойнап кетті. Жалпы ойынның реті осындай болды. Мен превьюда айтқан едім, Тобыл жеңіске жетеді деп. 2-1 жеңіске жетеді деп айттым, бірақ 1-0 жеңді. Қалай айналып келсе де бір доп айырмасымен жеңіп отыр. Негізі Тобыл жеңу керек еді. Оқжетпес нашар ойнаған жоқ, жаңағы айтқанымдай. Тобылға кәдімгідей теке-тірес жасап, шыдап берді. Соңғы минуттарға дейін шыдап берді, тек шамалы жинақылық жетпей қалды соңғы минуттарда. Атап өтетін сәттердің бірі бұл матчта Көкшетаудағы трансляцияның үзіліп кетуі. Матчтың қарап отырған кезде бірден трансляция жоқ болып кетті. Себебі, ол жерде бір видео көрген едім, егер тапсам осы жерге қоям. Себебі, ол жерде стадионға интернетті кәдімгі біз білетін кабельдермен, шнурлармен алып келеді. Сол шнурдың бір өзі үзіліп кеткенде трансляция үзіліп қалды. Жалпы бұл Оқжетпес футбол клубының басшыларына және стадионның, сол жердегі Көкшетаудағы стадионның басшыларына үлкен сын. Премьер-лиганың командасы бұндай қиындықтарға душар болмау керек. Барлығы алдын ала ойластырылу керек. Осыны реттесе, Оқжетпестің басқа да шаруалар реттелер. Инфрақұрылым футболда өте үлкен рөл ойнайды. Бұл затты реттеу керек. Құрметті Оқжетпес футбол клубының басшылары. Кезекті матч бізде Астана мен Ордабасының арасындағы өткен матч 2-1 есебімен аяқталды. Превьюда мен айтқан едім, Ордабасы мүлдем гол соға алатын командаға ұқсамайды. Соңғы 3 турда ештеңе істей алмады қарсыластарына. Жеңіс түгілі гол жоқ соғылған, сондықтан Астанаға қарсы да ештеңе істей алмайды, гол да соға алмайды, жай құр барып 3 ұпай жоғалтып Астанаға сыйлап кері қайтады деп. Бұл ойында негізі солай болуы керек еді, бірақ Ордабасының жігіттері керемет жарадыңдар. Менің аузым жауып кетті де, барлығы жабылып жүріп, жұмылып тұрып, бір гол соғып алды. Енді тағы 2 гол соғатын болса, Дастан Сатпаевтың голдарымен теңесе алады.
Әзілді сыртқа шығарып тастайтын болсақ, әзілсіз айтатын болсақ, Ордабасының ойыны парадоксқа толы болып тұр. Себебі оқу-жаттығу жиындарында, Түркияда болған жаттығу жиындарында, одан кейін Премьер-лиганың 3 турында Ордабасы командасы осы ойындардың барлығында табиғи төсеніште, табиғи алаңда ойнап келді. Ал Астанада жасанды төсеніш. Дей тұрғанмен жасанды төсенішке келіп, Ордабасы командасы керемет сұрапыл жойқын ойын көрсетіп кетті. Бұл ненің белгісі? Бұл команда Премьер-лигаға, жалпы ойындарға жайлап еніп келе жатырғандығының көрсеткіші. Ордабасы алдағы уақыттарда өзінің ұпайларын алады, бір жерден бір жеңісін табады деп ойлаймыз. Бірақ бұл команданың осылай жұмылғаны Астанаға қарсы ешқандай бір нәтиже әкеле алмады. Бірінші гол жіберіп алғаннан кейін Ордабасы артқа жатып алған жоқ. Қарымта қайтару үшін шабуылды жасады және жүйелі бір түрде жасады, мойындау керек. Бірге бір етіп есепті теңестірді. Бірақ Астананың аты Астана өзінің алаңында ойнап жатқаннан кейін өзінің жанкүйерлерінің алдында теңбе-тең есеппен ойынды аяқтамайтын еді. Сондықтан команда өзіне үйреншікті стильмен ойнап, екінші голын соғып алды да ойынды өздерінің жеңісімен аяқтады. Бұл матчта Камара көзге түсті, 2 гол соқты, дубль авторы атанды. Оның соққан 2 голының біреуі турдың ең үздік голдарының қатарына жатады және жалпы осы үздік гол деген номинацияны ұтып кететін гол. Тіпті осы айдың да үздік гол деген номинацияны ұтып кете алады. Ең қызығы ойынның ішінде емес, ойынның сыртында басталды. Ойын біткеннен кейін пресс-конференцияда Астананың бас бапкері Бабаян мен бір журналист ағаның арасында шыққан кекілжің. Бұл жерде қысқаша айтатын болсақ, журналист аға айтады, сен неліктен Қазақстанның футболшыларын ойнатпайсың? Ұлттық құрамаға ойыншылар дайындау керексің. Қазақстан Премьер-лигасы жалпы осы үшін құрылған емес пе? Біздің жергілікті өзіміздің отандық футболшыларды дамытуымыз үшін деп. Бабаян айтады, неліктен мен Кәрімовті шығаруым керек, егер Чинеду одан бірнеше есе жақсы ойнап тұрса. Мен командаға нәтиже алып келуім керек және нәтиже бере алатын ойыншыларды ойнатуым керек деп. Бір жағынан Бабаяндікі де дұрыс. Ол нәтиже беру керек, ол бапкер нәтижеге жауапты. Нәтиже бермесе Астана клубынан оны шығарып салады, жұмыстан шығарып жібереді. Бабаянға ол керек пе? Керек емес. Оның үстіне қол астында тұрған ресурстарды неге қолданбасқа? Қазақстан Премьер-лигасында қазір легионерлерге қойылатын ешқандай бір шектеу жоқ. Шектеу болмағандықтан бапкерге не деп уәж айта аламыз? Екінші тарапынан журналист ағаның да айтып отырғаны қисынды нәрсе. Қазақстан Премьер-лигасында қазақ балалар ойнамайтын болса, ол не үшін жасалған, не үшін ойналып жатқан Премьер-лига, не үшін ойналып жатқан ойындар дейтіндей. Себебі ұлттық құрамамыздың деңгейін қарайтын болсақ, біз соншама күтеміз олардың ойынын, ал ол жаққа өздерінің клубтарында, әсіресе Астананың ішінде қосалқы құрамда отырған ойыншылар шығады. Ұлттық құрамаға келген кезде біз сосын ренжиміз оларға. Неге сен ана жерде соңына дейін жүгірмедің, неге сен мына жерде толыққанды ойнамадың деп. Себебі олар тонуста емес, бабында емес, өздерінің клубтарында, қосалқы құрамда, банкада отырған ойыншылар болғандықтан. Жалпы бұл кекілжіңде менің пікірім сұрайтын болсаңыздар, бұл жерде кішкене журналистаға этиканы сақтау керек еді, сұрағын қойып, жауабын алып, сол жерде ғана қоя салу керек еді, бірақ кекілжің болып кетті. Әйтеуір арты атыс болып кеткен жоқ, оған да шүкір. Сіз не ойлайсыз бұл кекілжің туралы? Пікірге жаза кетіңіздер. Сіздердің ойларыңызда маған қызық. Барлығын оқимын, айтқанымдай оқып, талқылап, жауап беріп, кемінде лайк басып кетемін. Келесі ойын бізде Атырау мен Қайраттың арасында өткен ойын, есеп 1-4. Превьюда мен айтып өткен едім, Атырау Ақтөбеге қарсы ойында мүлдем ештеңе істей алмағандықтан, және келесі турда оларға азулы Қайрат келе жатыр. Бұл жерде де Атырау мүлдем ештеңе істей алмайды. Бір сөзбен айтқанда, барып қадалып қалады да 0-3 есебімен матч аяқталады деп өзім пікір білдірген едім. Тек қана Қайратқа бұндай есепті тіркеуге кедергі келтіретін факторлардың бірі мұнайшы стадионның төсеніші болуы мүмкін деген болжам қалдырған едім. Бұл матчтың алдында да басталардың алдында дәл осындай оймен матчты қараған едім, бірақ матчтың басталмастан бұрын Дидар Сыдықбектің инстаграмнан бір видео көрген едім. Ол жерде Константин Горовенко ойыншыларды алаңға шығармастан бұрын оларға Дидардың егер команда жеңіске жеткен жағдайда командаға, толық командаға сол күні бонус сыйақы берілетіндігі жөнінде ақпарат айтып жатқан. Соны көрдім де ойлап қойған едім. Атырау мотивацияға тойып алып, алаңға шығып, Қайратқа сұрапыл жаңағындай ойын көрсетіп, ойынды бәлкім алып кетер ме екен деп ойлап қойдым. Ойынның өзіне келетін болсақ, бірінші таймда Атырау өте жинақы ойнады. Қорғаныста кішкене бір жинақы ойын үлгісін көрсете алды. Мойындау керек бұны. Кереметтей бір
жоғарғы деңгейде ойнамаса да осы маусымдағы Атырау үшін бір жинақы ойын үлгісін көрсете алды. Екінші таймға өкінішке қарай Атырау мүлдем шықпады деп айтуға болады, немесе Атырауды ауыстырып басқа адамдарды шығарды деп айтсақ та болады. Немесе Қайрат екінші таймға өздерінің ойларын өзгертіп, басқа бір ойын жүйесімен, ойын планымен, жоспарымен шықты деп айтсақ болады. Неліктен десеңіз, екінші таймдағы Қайраттың ойыны бірінші таймдағыдан мүлдем өзгеше. Дастан Сатпаев бұл бала не істеді? Дастан Сатпаев 3 минуттың ішінде 2 гол қатарынан соқты, кейінірек ассист жасады, жалпы ойында 2+1 жасап кетті де, матчтың үздік ойыншысы атанып кетті. Бұл да бір Атыраудың деңгейін, қазіргі деңгейін көрсетіп отырған дүние. 16 жасар бала Атырауда нағыз шоу жасап кетті деуге болады. Ойыны керемет болды. Неліктен Челси алғандығы енді түсінікті деп айтуға болады баршаға. Жалпы скептиктер да көп жиналып қалған еді Дастанның айналасында. Бұл бала ондай керемет емес еді, Уэльске қарсы ойын көрген едік, ондай бір жойқын ойын көрсетпеді деген сынды бір пікірлер қалдырып жатқан, бірақ бұл жігіт 16 жаста. 16 жастағы балалар қалай ойнайды? Қазақстанда болды ма ондай адам 16 жасында осындай бір ойын көрсетіп жүрген? Сондықтан Дастанның ойыны еуропалық деңгей, топ деңгей, көзіміз жетті, менің де көзім жетті. Дастанға тек ертерек кетсе екен, тезірек кетсе екен, ешқандай жарақат алмай тұрған кезде Челсиға қауышса екен деген өзімнің жеке тілегім бар. Алаңда да кейбір жанкүйерлерден көріп естіп отырған едік. Матчтың барысында трансляциядан да естілді. Дастан кет, болды, жарайды, осы саған жетеді, кетіп қал, басты кетірмей, ашуымызға тимей деген сияқты пікірлер айтылып жатқан еді. Бұл енді Атыраудың жанкүйерлерінің ашынғаннан айтқан пікір деп айтуға болады. Қатты бұл ызаланатындай дүние емес. Енді өзіңнің командаңа 16 жасар бала тоқылдатып 2 доп соғып атса, кім ашуланбайды. Екінші тарапынан қуанатындай дүние, енді өзіміздің қазақ футболының жарқын жұлдызы жанып келе жатыр. Сондықтан да қуануға болады. Соңғы жаңалықтарға өтетін болсақ, Атырау футбол клубының айналасында Константин Горовенко соңғы 2 турда өзінің командасы 4 голдан жіберіп, 2 турда 8 гол жіберіп отыр. 4 турда алатын болсақ, қатарынан 3 жеңіліс тіркелді Атырауда. Оқжетпестен, Ақтөбеден және Қайраттан жеңіліп қалды. Келесі тур Премьер лигінің де Қайратқа қарсы өтеді. Алматыда 16 сәуір күні. Егер ол турға Константин Горовенко өзінің командасын апаратын болса, ол жерде де ешқандай ұпай бұйырып тұрған жоқ Атырауға. Ол жерде де бір ресеп тіркелмесе таңғалмаймын. Бірақ жаңалықтарға келеміз дедік. Бұл жаңалық бізге баршамызға танымал, баршамызға белгілі ұлттық құраманың бұрынғы бапкері және Қарағандылық Шахтердің бапкері Магомед Мұсаұлы Адиевтің Атырауға келуі мүмкін деген жаңалығы. Егер бізге жеткен ақпаратқа сенетін болсақ, Магомед Мұсаұлы қазір келіссөздер жүргізуде Атырау футбол клубының басшылығымен. Егер барлығы үйлесіп кетіп жатса, екі тарап бір-бірімен келіссе, тіпті Қайрат пен Атырау матчына Атырау футбол клубы жаңа бас бапкермен аттануы мүмкін. Бірақ әліптің артын бағайық, әлі де жаңалықтар болады. Нақты ресми түрде берілетін жаңалықтарды күтейік. Ал жалпы Атырау, енді өзімде атыраулық болғандықтан Атырау футбол клубының өрге шыққанын, жақсы нәтиже көрсеткенін тілеймін, қалаймын. Сондықтан Атырау футбол клубына тек қана жеңістер мен жетістіктер тілеймін. Келесі ойын Қызылжар мен Тұранның арасындағы ойын. Бұл ойын 2-3 есебімен Тұранның пайдасына аяқталды. Превьюда айтқан едім, Тұран қазіргі уақытта өте қиын қарсыластарға қиын ойындарын ойнауда. Себебі Тұранмен ойнаған командалардың барлығы қиналып тұрып ойнады. Ақтөбені еске ала кетейік. Ақтөбе мен Тұранның матчында да Ақтөбе қиналып жүріп соңғы минуттарда гол соғып кетсе, Қайраттың өзі енді 10 адаммен ойнаған ескерген күннің өзінде де Қайрат топ клуб Тұранға қарсы бір жеңілдікпен 3 ұпайларын алған жоқ. Осы ойынға мен айтқанымдай Тұран келіп өзінің ойын арқылы, сапалы ойын арқылы жеңісті алып кетуі керек деп айтқан едім. Дәл солай болды. Бірақ Қызылжар тектен-тек бұл ұпайларды беріп қойған жоқ. Кәдімгідей текетірес екі тарапты қарсы курста, орысша айтқанда на встречных курсах ойын өтті. Маған бұл ойын ұнады. Қызылжардың екі кереметте легионері, біреуісі Бамбле, екіншісінің атын ұмытып қалып тұрмын, өтірік айтпай ақ қояйын қазір. Екеуі жақсы гол соғып кетті, өздерінің сәттерін әдемі, сапалы түрде қолданды. Бірақ Тұранның атынан да Стасевич керемет ойын көрсетті. Өткен турда гол соқты, осы турда да гол соқты. Тәжірибелі футболшы, тәжірибелі легионер. Тұранның басына біткен бір бақ деп айтсақ, артық кетпеген боламыз. Және соңғы минуттарда 90 минутта Тұран өзінің жеңіс голын соғып алды да ойынды өзінің пайдасына шешіп кетті. Негізі Тұран жеңетіндей команда, ойыны жеңіске лайықтырақ болды. Жақсы ойнады, керемет ойнады. Осы маусымда өз басым Тұранды
үздік үштіктен көруге енді әлі ерте болса да Тұранды бір 4-ші немесе 5-ші орыннан көріп тұрмын. Себебі ойындары соған лайықты болып тұр. Осы маусымда Тұран қандай орын алады, қай орынға табан тірейді, кубоктағы ойындары қалай болады, сол бойынша өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Бұл да өте маңызды. Келесі ойын Ақтөбе Қайсар 4-1. Бір батыстық команда қос матчта 4 гол жіберіп жатса, екінші батыстық команда қос матчта 4 гол салып жатыр. Ақтөбенің ойыны бұл сезонда, бұл маусымда жойқын. 4 турдың нәтижесінде Ақтөбе командасы 3-ші орында келе жатыр. 3-тікті келе жатыр деп айтсақ болады. 3 команда да қазір 10 пайдан. Бұлар Қайрат, Астана және Ақтөбе. Ақтөбенің ойыны негізі маусымның басында айтқан, суперкубоктан ұтылып қалған кезде Қайраттан Ақтөбеде мүлдем ойын жоқ. Бір-бірімен түсінісу деген мәселе атымен жоқ деп. Бірақ Премьер-лиганың ойындар басталғалы бері Ақтөбе мүлдем басқа нәрсені көрсетіп жүр бізге. Бұл ойында да Қайсарға қарсы ойында да Ақтөбе Атырауда ойнаған ойын көрсетіп шықты. Дәл сонда есеп, дәл соншама гол соқты, 4-1 есебімен жеңді. Және атап өтетініміз 20 жасар Бердібек 2 матч қатарынан гол соғып келді. Атырау қақпасына соқты, енді Қайсар қақпасына соқты. Қайсар не істей алды? Қайсар маусымның басында не деп айтқан? Осы маусымға бірыңғай қазақ футболшылармен, қазақстандық футболшылармен кіреміз, маусымды солай ойнап шығамыз деп. Маусымға кірген кезде біз көрдік, қарадық, жалпы кейбір ойындарда Қайсар жақсы ойын көрсетті. Бірақ дей тұрғанмен Қайсардың бұл істеп жатқаны жалған патриоттық па деген сияқты сауалдар да туындады. Бұл не деген сөз? Бұл дегеніміз қазақ футболшылардың деңгейі жалпы Қазақстан Премьер-лигасында сенімді түрде ойнап шығуға жеткілікті ме жоқ па деген сыңайлы сұрақтар туындатқан болатын. Көретін болсақ, осы ойынның нәтижесінде көретін болсақ, легионерсіз ойнау қиынға соғып тұр Қайсарға. Бұл қазақ футболшылары 100% нашар деген сөз емес, бірақ 3-4 сапалы, қарапайым емес, бір құран шейін келіп доп теуіп кетуге келетін, ақша тауып кетуге келетін легионерлер емес. Сапалы легионерлер болатын болса, Қайсардың ойыншыларының деңгейі де бәлкім көтерілер ме? Сондықтан бұл бастамаларында Қайсарды мен қолдаймын, өзіме ұнап тұр, бірақ егер командаға нәтиже керек болатын болса, сапалы 3 немесе 4 легионердің келгені командаға өте бір жақсы серпіліс беретін еді. Және соңғы ойын Елімай және Ұлытаудың арасындағы ойын. Ойын есебі 3-0 Елімайдың пайдасына аяқталды. Бұл жерде көп ауыз толтырып айтатында ештеңе жоқ. Ұлытау бұл сезонның, бұл маусымның дебютанты дедік. Бұл маусым оларға қиынға соғып жатыр дедік. Иван Озовскийдің шәкірттері әлі өздерінің ойынын таба алмады. Оны да айттық, әлі де тапқан жоқ, алдағы уақытта бәлкім таба жатар. Елімай фаворит екенін айтты осы маусымның басында. Және фавориттыққа сай, фавориттыққа лайықты ойынды осы жерде көрсету керек болды. Осындай ойындарды ұпай алмаса, қай жерде ұпай алады? Егер Ұлытауға қарсы ұпай жоғалтқанда, олардың фаворитпіз деген сөздерін жоққа шығаруға болатын еді. Ойын сенсациясыз өтті, ойлағанымызда өтті. 3-0 есебі тіркелді. Бұл жерде ескере кететін сәттердің бірі бұл Фейсал Буличтің голы. Айбалаңның сыртынан әдемі соққы жасады, әдемі гол болды. Осы голды атап өтуге болады. Қалған голдары әдемі комбинацияның, әдемі шабуылдың арқасында салынған голдар. Ауыз толтырып айтатын ештеңе жоқ. Елімайды жеңіспен құттықтаймыз. Ұлытау енді өкінішке қарай бірінші лигаға ұшып кететін командалардың бірі болып тұр. Осы маусымның соңында Ұлытауды кері бірінші лигадан көреміз деп ойлаймын. Премьер-лиганың 4-ші тур ойындары осылай аяқталды. Ойындар ешқандай сенсациясыз орын алды. Барлығында біз күткендей нәтижелер орын алды. Кейбір ойындарға қарағанда ойынның сыртындағы ойын аяқталғаннан кейінгі сәттер қызығырақ болды. Бұның барлығын талқыладық. Егер айтылмай қалған, ескерілмей қалған жағдаяттар болатын болса, төменге пікірлер бөліміне жаза кетіңіздер, бірге талқылайық, бірге оқиық. Неге ол сәттер қызығырақ екенін бірге сараптайық. Сіздермен бірге болған 90+7 арнасы, мен Әділет Ахметқалиұлы, арна әрдайым қосылы болсын, стадионда жүздескенше.